Assalamualaikumlar. Bizler bugün ülkemizde onkologiya больницасына atladık. Bugün 8. химия alamız. Ең соңғы 8. химия alamız bugün. Осыдан кейін ішетін дәрілері бар 20. Одан кейін 20 демалатын бар. Және тағы бір тексерілуге келеміз. Сонда белгілі болады. Ары қарай қалай жасайтынымызды. Енді больница осы таңертеңіміз таңаппен 8-де келеміз. Кешегі түскен анализдерімізді тапсырамыз. Одан кейін ол қағаздарды анализдің қағаздарын оралға жібереміз. Оралда олар порталға салады. Олардың бәрін әке көке деп қарындас апатай айтып звондап сөйлесіп барлығымен жақсы болып жатса осы жерден уақытында салып береді. Оның жақтан порталды қарайтын қыздар болады. Оған порталға дейін тексереді, порталға дейін тіркейтін қыздар болады. Оның бәрін сөйлесіп жүресің. Былайша айтқанда көтке кірді болса соны жасайсың. Оны жасамасаң тағы болмайды. Ол докторлардың зарплаты азғантай түсінем. Ертең әдем ететіні бар. Ақшаң жетсе бересің енді. Жетпесе қиын. Олардың да жылы сөз сөйлеп көңілін табу керек шығар. Бәлінбей мыңдаған адам біледі. Тіпті бүгін білесіз бе? Онкология больницасына симметр кісі бар ғой. Жан жақтан осылай келеді біз сияқты. Сосын дәрі жетпейді. Мысалы бүгін дәрі жетпей қалып біздің апамызға. Астанадағы басқа больницадегі звондап басқаларына шығып содан алдырып жатыр. Ол дәріні әкеліп мындай езеді, дайындайды. Ол дәрі келгеннен кейін мында врачтарға хабарлайды. Сосын ол врачқа жеткенше бәленбай тексерілуге де үмітесің, бәленбай тіркелесің ол компьютерларына тағы да мындан. Қабын жұмыс. Сосын таңертең 8-де келесің ғой, сол кешкі 6-да шығасың ғой. Әлбетінде бәрінен ой шықтан ішесің. Ешқайда шыға алмайсың, ешқайда топырлай алмайсың. Себебі очередь сен сияқты күтіп отырғандар көп. Соны шақырады, кіргізеді. Көкемнің аяғы ақсап қалды, машинаны шамай келсе онкологияның жақындатып тоқтаймыз больницаның алдына. Себебі алыста жүру қиын болады, аяғы ақсап қалған. Осындай жаңағы жазда шөбе егетін жерлерге, соны қыста бордюраның үстіне шығып кетеміз деп сол жерге қоямыз. Правилалардың бәрін бұзамыз енді. Басқа вариант жоқ. Себебі мұнда больницаның алды толған машиналардан арылмайды ғой. Ішке кіргізбейді. Одан ішке кіріп кетірганда мен алдына жүгіріп барып ертерек кіріп кетемін де андағы удостоверение тастап залогқа. Сосын арбаларды аламыз, арба сүйрейтін арба. Сүйрейтін арбаға отырғызып алып кішкене жүрсең, ішінде шапшаң кетеді арбалар. Түнде көке жүріп болмайды. Соған отырғызып аламыз. Одан приемный покой больница үлкейін ғой ішінде. Басқа жағына апарайық. Барамыз ол жағына барып жаңағыдай тіркейміз және оралға звондаймыз, мұнда звондаймыз әйтеуір. Ортада әннің арасында иісін тандырып атам. Анда оның таныстарында иісін тандырамыз звондап. Соның бәрін көтеріп өтеді екен. Үлкен рахмет бәріне. Енді сол шығып жүрген еңбегімізге осы бүгін соңғы химия болса екен деп тілейміз. Астанада уже 5 айдай уақыт біз Астанада өтті. Осы шарасы химия алып үлгерсек, ертең тағы промывка деп жүреміз. Промывка химия алғаннан кейін дәрілер ауырып жатыр. Тағы ненің бойын шаяды. Тамырдың бойын шайып шығады. Осы
ертең сол 2 күн аламыз. Сол 2 күн алғаннан кейін қалған үйден жалғастырып үйден капитабин дейтін дәрі келеді. Оны да сатып аласың, қымбат ол да. 60-70 мың. Ол да Астана бойынша бір аптекада. Ол да кейде болады, кейде болмайды. Негізі ол дәрілерді Оралдан тегін беру керек, мен білуімше. Бірақ білмеймін, ол жақта әйтеуір ақсаватыр, сол ұқсамайды. Сосын ол дәрінің жаңағы түрі бар, қазақстанский, российский, турецкий түрі бар. Сол турецкий түрін аламыз. Ол кішкене 120 мың, 150 мыңға шығады. Каспийлерде қымбат. Сол турецкий түрін не істейміз, оның несі реакциясы жақсы болады бізде неге қарағанда, қазақстанскийге қарағанда. Сөйтіп сосын жаңағы 2-3 ай сайын неге түсеміз, диагностикаға түсеміз бұнда. Нені аламыз? Биохимия дей ма? Асқазанда бүйтіп құттай өсіп кесіп алатын. Сондай аламыз. Бәрі 300 мың, 400 мың ақша кетеді, оны бір тексеріп шығу үшін. Плюс квартирың бар жаңағы Астанада тұрғанда. Басында білмейміз ғой, біз ай жарым сондай квартирада тұрдық, суточный квартирада. Күнде 17 мың теңге больницаның қасынан квартира алып, бұл квартирамыздан больницаға бәрі жете алмайды. Бұлай қасында тұрғанмен арасы 1 километр жарым. Оған такси жалдаймыз, таксилер 2 мың теңгеге такси таба алмайсың әзірге. Сосын арендаға күніне 3 мың теңгеден андай арба жалдаймыз. Арбаны да басқа жақтан таксимен алып келесің. Астананың анаған шетінен. Негізі бұлай 5 мың теңге мысалы арзанын алып келесің. Оны пайдаланасың. Пайдалансаң да пайдаланбасаң да жаңа 3 мың теңге төлейсің. Одан қоса басында үйде апам жоқ. Тамақ пісіреміз. Көкейге ұнамайды мен пісірген тамақтар. Тамақ пісірмегелі қанша жыл болды. Үйден келіп тамақ пісірмейді соң. Бір күні бешбармақ жеймін дейді. Бешбармақты қалай пісіретінін білмейміз. Пісірмесең жыннан жегім келіп тұрды. Недегі дүкенші қыздарды есін тандырамыз, анау қалай істейді, мынаны қалай істейді деп сұрап. Соған ет аласың. Еттері де қымбат, жаман бір борпылдағы еттер 4-5 мың теңгеге шығады килограмм. Ол да тегін еттің қадірін білмейсің. Оны айтып, сорпасы бар, несі бар айтып. 5 сағат пісіріп, езіп саған соң қайтып. Қықтеп, оны тұзын көп салып жібересің. Одан кейін көкем үйге тұстайсың. Жұмыс іздейсің. Бірдеңе калим бірдеңелер табайын айтып, бір реклама бірдеңелер майналысы айтып. Тойларға оформлениеге шығамыз айтып, оны істедік. Бірақ қызық та. Көкейді жалғыз қалғысы келмейді. Сол бір күні апамды алдырып алдық қой. Апамды алдырып алдық, інім әкеліп жатты. Одан кішкентай қызын да әйтеу кішкене. Әйтеу ренжісе де өздері ғой, бір-бірін түсінсе. Көңілдерін тауып жүрді, одан әйтеу кішкентай немересі бар әйтеу. Ол сөйлеп, оның артынан жүргенде әйтеу уақыт өтеді ғой. Бір комнатта қамалып таңертең кешке отырғанда конечно біздің өзіміз психовать етіп кетеміз. Үлкен кісілерден. Шамамыз келсе енді жұма сайын қыдыртып анда-мында алып шығамыз енді. Оған да ақша ғой енді Астанада бәрі. Сол сөйтіп жатырық. Сөйтіп Астана деп Астанада қысты да бітіріп қалдық. Одан кейін реклама болмай жатса тағы неге шығамыз? Мебель жасадық, мебель жасап көрдік. Олды да қызық емес сөзі ғой көп. Үлгіре алмайсың. Мұнда Астанада бәрі мебельшіктердің бәрі көп жуликтер екен андай. Оны білмейміз ғой басында. Жуликтер дейтін мысалы жиһаз жасау қымбат, мұнда материал қымбат, Оралдан қатты қымбат. Сонда бірақ жиһаз дейтін жаңа жасау арзан емес енді. Көп қой енді заказ беретініміз. Күніне бәленбай үй салынып жатыр. Жиһаз жасайтындар да көп екен компаниялар. Бірақ соның ішінде жаңа жуликтер көп екен. Жуликтер жаңа мысалы бір кухняны
миллионға шығып тұрады. Біз есептеп қарайсың, миллионға шығып тұрады. Материалын бәрін, жолын, анау мынау күрішігің бар, жоғары көтеретіні бар, кесетінің бар, тесетінің бар, бәрін есептегенбіз. Миллионға шығып тұрады. Соны өзің алатын деп құттай тиын ғой. Жүйріктер келіп сондай нені жаңа 700 мыңға істейміз, 800 мыңға істейміз деп шығарып қояды жаңа рекламаларға. Сосын олар рекламаға кісілер қарайды ғой, бәрі өзіміз сияқты мында көшіп келген адамдар 700 мыңға не арзан дейді. Соған ұрынады, соған звондайды да. Алынып 700 мыңның 70%-ін алып кетеді. Мебель де солай ғой, 70%-ін алады алдын ала. Бұл 70%-ін алғаннан кейін ол кісілер таба алмай қалады. Ол сотта неде ештеңе істей алмайды екен, білмеймін мен. Сол жерде не тоже бірдеңелер бар. Жаңағы жасап бермеймін деп айтпайды, жасап беремін дейді, бірақ 2-3 айлап сөйтіп созады. Сондай жүйріктер көп екен. Сондай емессің бе, кісілер клиенттарға барғанда өзіңді дәлелдеу керексің. Дәлелдейтін құқығың ештеңе жоқ. Бұрын қатты айналысып көрсе екен, көп айналысып та көрген жоқпыз жиһазбен. Бірақ енді оңай екен көріп тұрасың ғой, жиһаз дейтін не ғой. Ағашты бір-бірін жабыстырып тесіп барады. Екінің бірі істей алады меніңше. Тек просто жақсы әдемілеп істеу керексің ғой. Әдемі дизайн сызып, оны да үйрендік, қарағым. Ол да бәленбай ақша үйретеміз дейді. Анау келіп ақшаңды алады 20 мың теңге, мынау келіп 100 мың теңге үйретем деп. Ондайларға да бірталай шашылдық. Бір жағынан аренда қаламыз деп, оны да істеп көрдік. Іші ет кішкене. Жаңағыдай жұмысына немқұрайлы қарайтын кісілер көп жаңағы. Не жөнді кісі болсын енді, аннан-мұнан шығып кеткен, аннан-мұнан шығып жіберген кісілер ғой енді бізге келетін. Жақсы жұмыс істейтін кісілерден айырылама цехтар. Сондайлармен уақытын жоясың. Олар да құр кетпейді, бірдеңе ұрлап кетеді. Бірдеңе құралды саймандарыңды ұрлайды. Әйтеуір қадаласың көп нәрседен. Нөлден бастайтын бизнесті ойланып, мол ақшамен істемесең, Астанада қиындау. Сосын бірақ жақсы бизнес, мебель деген. Болашағы бар бизнес Астанада, номер 1. Сосын одан кейін таксовать етеміз деп, таксовайтқа машинамыз ескі, біздің кісі отырмайды ғой. Күнде жуып, тазалап, шайып, оның бәрі ақша бар. Мұнда құттай несесі болды, балшық болып қалады. Түске дейін қар жуып түседі, түсқайда жаңбыр жауады. Кеште қатып түседі деген сияқты ауа райы өте қатты құбылмалы. Көрсе күні қатты жел тұрады, болды. Машинаң мұз болып қалады, есік терезесі ашылмайды, аккумуляторы қоталмайды, әйтеуір. Машинаны шапшаң шашытады. Ботинкің ағал-жағал, машинаның астық шірік. Жолға дұрыс жасама, әйтеуір машиналар көп шығып кетеді. Біздікінде ескі машиналар шапшаң кетеді. Сөйтіп, одан жаңағы таксиді істемегесін, доставкаға шықтық, доставка, Яндекс доставка, ойбай, керім. Айға миллион табасың. Көрдік апарып. Мынау миллионға жеткізе алмайсың. Қиын, 700 мыңға жеткізсең қалай? Онда енді біздер енді күнде жүре алмаймыз ғой, мұнда папамызда келетініміз бар. Қосымшағында мұнда үйдегілерді апарып келетінім бар. Квартира алыста болғасын, шет жақта болғасын. Саумалға жақын болсын деп шет жақтан алдық қой. Сол квартира арзан квартира болды, жақсы таза квартира болды, сонымен тұрып қалдық. Сосын оған барып, центрдан барып келудің өзі кәдімгідей негізінен кетеді. Бірақ енді шүкір әйтеуір, жақсы таза әйтеуір. Жайлы қаланың ортасындағы шу емес, шет жақ. Үлкендері керегі сол ғой. Қалтаға да кішкене эконом айналасына тіккен жоқ көп. Шашыла беретін. Сосын доставканы жасап көрдік, доставка дейтін жаңағы. Түскі сағат 12-ден бастаймын. Түнгі сағат 3-ке дейін жасаймын, тоқтамастан. Ортасында обед жейтін, тамақ ішетін уақыт болмайды. Сол походу сулап кетіп, тамақ ішесің сөйтіп. Сулап кетіп, әйтеуір бір-бірінің несіне тоқтап әйтеуір туалетке кіресің, әйтеуір сөйтіп. Тоқтамастан. Ресторандардан тауарды қабылдайсың, тамақты қабылдайсың. Оны сол ысылай клиентқа жеткізу керексің. Пробка бар, не бар. Жаңағыдай неше түрлі қиямпырс нелер жасайсың.
жаяу кісілердің жолына шығып кетесің, анда шығып кетесің, бордюрадан былай асып кетесің. Сосын уақытында жеткізу керексің, уақытында жеткізбесең тағы да ақшаң кесіледі, көрегең түседі деген сияқты. Сосын үйлерге кіргенде де адрестері қате болады. Ол адрестері дұрыс қойылмайды. Адрестері қате кетеді. Сосын тағы басқа қосымшалармен кіріп, ана адрестерді қарап аласың. Ол басқа қосымша ашуға тағы болмайды. Ана Яндекстегілер көріп отырады, сен басқа бірдеңе істеп жүр деп. Онда ескерту береді. Сосын айтып, сөйтіп айтып, үйін тауып, жоғарыға көтеріліп, 6-шы этаж болса, 6-шы этажға тоқтайсың деді. Лифтің дейтін, жалғыз лифті болса, 1-2 лифті болса, 10-шы, 15-ші этажға басып жібересің, лифті жоғарыға кету керек. Себебі төмендегілер тартып алатын болса, сен ана тамақты квартираға тапсырып, қайтып келгенше, лифтіға келгенше, лифті босамайды. 5-тен 3-ке барады, 3-тен 2-ке барады деген сияқты төмендегілер ойната береді. Сен түсе алмайсың жаңағы. Қайда? Сен 6-шы этаждан төмен қарай түскенше қанша уақыт минутыңды жоғалтасың. Сен уже келесі заказың, сен мына заказға келгенде уже қабылданып қалады. Келесі заказға үлгеріп бару керексің. Оның бәрі 500 теңге, 1000 теңге, 800 теңге ақша ғой жаңағы каждый заказда апарып сол. Тоқтамай істесең күнде жаңағы 40 мың, енді рекорд дегенде 45 мың шығардым. Кеше айтып бонусын несін бергенде 48 мың шығардым күніне. Ол жақсы енді. Бірақ енді машинаң дейтін бачет болады бір. Машинаң дейтін. Бір жұманың ішінде 2 машина дейтін. Бүгін артпен шегіп батып, бір машинаның бамперін жарып кіргізіп жібердік. Ол шиқылдап отыр, оның клиенті шықпай. Оған айтып тезесіне қағаз жапсырып кеттім. Ойбай, бауырым звондашы, мен сен машинаны сындырып алдым. Қазір уақыт жоқ кетпедім. Жарайды деп, ол машинаны ол кісі звондады. Жарайды деп, онымен дос болып кетесің. Оның машинасын ремонттатып жүргенде тағы машинаны тиесің. Онда да қар жауып тұрады. Зырғып келіп, 10 метрдің тормоз бастым, сонда да сызып келіп, ана машинаны тиедім. Қалай өзім түсінбей қалдым. Тезденіп сындырдым айтып, машинаның алдысын ештеңе төгілген жоқ. Бірақ ана BMW-ны кәдімгі есігін кіргізіп жіберді дейсім. Ол да айтып, кішкене айтып, құдай қараған кішкене айтып шығып, документімді алып кетші, керек емес. Өзім істеп алдым, оңай келіп қалды бәрі. Материалда, есікте, краскіде бәрі оңай шешіліп кетті. Бесплатно шешіліп кетті. Сен ештеңе алмай ақ қояйын, давай жақсы деп сөйтіп гайға ұстабасың. Гайлерді айтып, кешіріп жібере салады, айтып, олармен де келісіп. Айтып, құдайға шүкір деймін. Құдайға шүкір.